Елімізге сырттан келетін импорттық өнімдер үлесін азайту үшін өңдеу өнеркәсібін дамыту жоспарланған. Мақсатты жобалар турасында Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев айтып берді. Министрліктің желісі бойынша елдегі барлық импортқа талдау жасалған. Это машиностроение, химическая промышленность, черная металлургия, легкая промышленность, стройиндустрия. Машина жасау, химия өнеркәсібі, қара және түсті металлургия, жеңіл өнеркәсіп, құрылыс материалдары өндірісі сияқты бағыттарды алдық. Бұл біздің министрліктің реттейтін салалары. Біздің елге кіретін жалпы импорт 40 миллиард ақш долларын құрайды. 38 миллиардтан астам біздің бағыттар бойынша шыққан талдау нәтижесі. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес біздің елге кіретін өнімдерге талдау жүргіздік. 700-ден астам жоба таңдап алдық. Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі зерттеу нәтижелерін жинақтап, зерделеген соң импортты алмастырудағы басымдықтар айқындалды. Соған сәйкес Астана мен өңірлер әкімдіктерімен бірлесіп, өңдеу өнеркәсібінің 6 бағытында инвестициялық жобалар пулы жасалды. Оған жалпы сомасы 20 триллион теңге болатын 700-ден астам іске асырылып жатқан және перспективалық өндірістер кірді. Бұл кәсіпорындарды құру жоспары 131 мың жаңа тұрақты жұмыс орнын ашуды көздейді. Қара металлургияда қосымша 5 ферроқорытпа зауытын салу жоспарлануда. Жоба шеңберінде 3 миллиард ақш доллары сомасына 1,1 миллион тонна ферроқорытпа шығарылады. Жобалар толығымен экспортқа бағытталған. По строительству ферросплава. Ферроқорыту зауыттарының құрылысы бойынша айтсам, біз әлемдік нарыққа талдау жүргіздік. Онда бұл өнімнің тапшылығы анықталды. Ол жылына 2,5 миллион тоннаны құрайды. Сондықтан елімізде ферроқорыту зауыттарының құрылысына белсенді түрде атсалысудамыз. Себебі біздің елде барлық ресурстар және шикізат бар. Қазір 5 зауыттың құрылысы жүріп жатыр. Бір зауыттың құрылысы биыл аяқталады, енді бірі 2023 жылы. Қалған 3 зауыттың құрылысы 24-25 жылдары аяқталады. Тағы бір жақсы жаңалық. Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі жазда бизнесті мемлекеттік ынталандыру бағдарламасын іске қосады. Онда жеңіл шарттармен қаржыландыру, инфрақұрылымды дамыту және кадрлардың біліктілігін арттыру шаралары көзделген. Атап айтқанда, шағын және орта бизнес үшін өңдеу өнеркәсібі жобаларына пайыздық мөлшерлеме 3-тен 7%-ға дейін болады деп көзделген. Жеңіл шарттар мен қаржылай қолдау алу үшін жобаның басым бағыттарға сәйкес келуі, міндетті түрде қайта өңдеу саласына жатқызылуы, шағын және орта бизнес субъектісі болуы тиіс. На каждый проект Біз әр жобаға электронды форматта паспорт әзірлейміз. Барлық аймақта комиссиялық тұрғыда біздің қызметкерлер бекітілген. Әр жобаны бақылап, қадағалап отырады. Мысалы, егер қандай да бір кәсіпорында жолдың жоқтығына байланысты проблема туындаса, куратор құжаттарды дайындап, министрлік пен жергілікті атқарушы органдардың басшылығын хабардар етіп, түйткілдерді бірден шешіп отыратын боламыз. Жолға қойылған жүйе әр жобаны дербес сүйемелдеуге, проблемаларын жедел шешуге және кәсіпорындарды іске қосуды жеделдетуге мүмкіндік береді.